сентябрьдің бірі. Парадтағы солдаттай жаңа формамды қатып киіп, мектепке келеді. Ал мұны біздің класс. Әлі келе қоймаған. Орынды қай жерден алсын? Мұғалімнің алдына беткелі отырады. Өзіне сенімі күшті қасқайып алдына отырады. Мен жолардан келгенде мұғалімнің алдына беткелі. Енді жантас. Тұлғынбағанның атаусына қалай түсіп кетті. Ал енді Жанарды келді. Жанар келсе, қасындағы орынды соған ұсынбақ. Сосын екеуміз жыл бойы қатар отырамыз. Егер де мен Жанарды ойласам, ішкі жан дүнием гүл жайнап кетеді. Амбай, қара көже, қасым бос па? Әрине, саған сақтап отыр едім ғой. Отырғына рахмет. Есіңді ұста қара көже. Сәлем қожа, сен тағы сот қорқмаса жүрсің бе? Жоқ, Жанар, бәрі сен ойлаған дейміз. Алынбаған жантасы кесірінен жоспарын тағы да көп. Осымен өзіме сұрақ қой. Неге мен Жанарды ойласам, жаным жай таппай, тыныштығым кетіп тұрады? Әлде осының бәрі әлгі жұрт айтатын, кітаптарда жазылатын немене? Сол да емес пе еді? Сіздердің оқушылар бірімізді баршаңызды жаңа оқу жылы басталуымен шықшайын құттықтаймын. Ал енді сабақты бастасақ, День осенний, когда у порога надышали уже холода. Школа празднует День педагога, праздник юности, знаний, труда. День учителя. Слушайте сердцем в эти звуки, что дороги нам. Все, что связано с юностью, детством, мы обязаны учителям. Уречь первые досадные ошибки, сладость первых нелегких побед. Пусть же все отразится в улыбке, страдает нам мудрость и свет. Вы душою всегда молодые, труды радости с нами деля. Наши строгие, наши родные, терпеливые учителя. Ұстаз деген ұлы сөз баған. Ол бермесе, кім береді парасын? Асылын беріп шәкірт бойларына ағартқан сол ішінде қара шашты. Ұстазға әркім басын ию керек. Кемеңгер, ақылшым деп білу керек. Сен бүгін керемет болып кетсең дағы, жеткізген сол ұстаз деп білу керек. Жақсылар ұмытпайды ұстаздарын, ойлайды олар сонымен ұшталған. Мәңгілікке мақтанып жүрер ұстаз, шәкіртінің биікке шыққаны. Я, мен өзімнің шәкірт болған күндерімді көз алдыма дәл осылай алып келемін. Уақыттар өтті, жан қалды. Енді асықпай ойланам, өзіме өзім есеп беріп, толғанымнан. Достарымызға ұнамайтыны біздің тентек қылықтарымыз. Біздің әрбір жұмыс қылығымыз мұғалімнің миына инедей қадалып тұрады. Жүрегі жұмсақ адамға біз сияқты асаулармен арпалысу оңайға тимес. Шырылдаса, ұрысса, бізді адам болсын, жаман жолға түсіп кетпесін дейтін шығар. Иә, біз бала деген ақымақ халықпыз, солай ойлаймыз. Менің енді ұстаз атаулыға деген көзқарасым өзгерді. Ұстаз бола білу екінің қолынан келе бермейді екен. Дананың да, алыптың да ұстазы болады. Ұстаз ол мектептің жүрегі, ол зор тұлға. Ол маған самға, ұш деп, қолтығыма демеу білдіретін, мені арманыма жетелейтін жан екен. Самға, қиял құсы, лаула, жігер алда, армандайтынымда, аңсайтынымда, ертеңгі болашақ.
Thank you.